Облыс спортындағы 2024 жылдың елеулі оқиғалары. 2024 жылғы 12 айдың қорытындысы бойынша жерлестеріміз әлем чемпионаттарында 78 алтын, 54 күміс, 40 қола медальға қол жеткізсе, Азия чемпионатында 110 алтын, 69 күміс және 82 қола жүлдені облыс қоржынына салды. Ал Қазақстан Республикасының чемпионаттарында 502 алтын, 327 күміс, 360 қола медальді еленіп, жалпы жыл бойында 1622 жүлдеге қол жеткізді. Биылғы жылы облыстан 616 спортшы ұлттық құрамаға еніп, өткен жылмен салыстырғанда едәуір жоғары көрсеткішке ие болды. Осындай ірі спорттық доданың бірі 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары еліміздің бас қаласы Астанада өтті. Бұл аламанға Түркістан облысынан 32 спортшы қатысып, жоғары дәрежеде өнер көрсетті. Намысты бәрінен де жоғары қойған түркістандық саңлақтар көшпенділер ойындарында 16 алтын, 10 күміс және 5 қола медаль иеленді. Ғаламат нәтижеге қол жеткізген жерлестерімізді облыс әкімі Дархан Сатыбалды арнайы қабылдап құрмет көрсетті. Айтулы жетістіктер қатарын бокстан Төрехан Сабырхан әлемдік додада топ жарып, әлемнің үздік боксшысы атанды. Черногорияның Будва қаласында бокстан жастар арасында өткен әлем чемпионатында жеңімпаз атанған жерлесіміз облыстың үздік спортшысы номинациясына ие болды. Сондай-ақ жуырда Таиландтың Чиангмай қаласында өткен Азия чемпионатында жеңімпаз атанған Сағындық Тоғанбай сынды талантты жерлестеріміз жалғап, көк туымызды көкке көтерді. Осындай бетке ұстар спортшылар қатарында Сурда дзюдо күресінің Азия және Тынық мұхит ойындарының жеңімпаздары Айдарбек Тоқтарбек пен Қуандық Шадияр бар. Елшілік додаларда облыс мерейін асқақтатып жүрген тұран спорт ойын түрлерінің волейбол, баскетбол құрамалары жыл сайын жеңісті жолдарын жалғап, ел чемпионы атағын сақтап қалуда. Облыс спортының дамуына елеулі үлес қосқан облыстық су спорт түрлері мектебі жалғап, биыл облыста жылдың үздік спорт мектебі атанды. Су спортының шеберлері елшілік және халықаралық жарыстарда жыл басынан бері 493 медальға қол жеткізген. Оның ішінде 189 алтын, 173 күміс, 131 қола медальға иелік етті. Өңірде спортты дамыту үшін ірі халықаралық жарыстар ұдайы өтіп тұрады. Осындай айтулы спорттық бәсекелер қатарында бокстан Сидней олимпиадасының жеңімпазы Бекзат Саттархановты еске алуға арналған жастар арасындағы халықаралық турнир. Сондай-ақ Әбдісалан Нұрмахановты еске алуға арналған бокстан ересектер арасындағы турнир. Жастар арасында еркін және әйелдер күресінен Кеңес одағының батыры Сабыр Рахымовты еске алуға арналған халықаралық жарыс. Қазақ күресінен Қажымұқан Мұңайтпасұлының жүлдесіне арналған әлем кубогы жыл сайын дәстүрлі түрде жалауын көтеріп келеді. Облыста бұқаралық спортты дамыту үшін де түрлі іс-шараларды өткізу күн тәртібінен түскен емес. Бұл тұрғыда қала тұрғындар арасында марафондар ұйымдастырылып тұрса, түрлі сала қызметкерлер арасында спартакиадалар өтіп тұрады. Өңір спортының инфрақұрылымы бойынша 2024 жылдың қорытындысымен спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету жоспары толығымен орындалды. Бүгінгі таңда 68 спорт нысанының құрылысы аяқталды. Оның ішінде 2024 жылы Бекзат Саттарханов атындағы спорт кешені ел игілігіне пайдалануға берілді. Енді Түркістан қаласында еске кесу каналы және Атшабар көп функционалды спорт кешендерінің құрылысы жүргізілуде. Назарларыңызға рахмет!